өлімге шақ қалған жол көлік оқиғаларынан бастап, табиғаттағы адам өмірін жалымап кете жаздаған сәттерге дейін камераға түсіп қалған қорқынышты бір қадам қалғанда жағдайларды бірге тамашалайық. Алдымен бейнені көрмес бұрын арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Кейде табиғат ана мінез көрсетіп ашуын шығарып алады. Алдымен Непалда таудың құлап туристерді басып қала жаздаған сәті. Ал мынау нағыз жолы болған адам. Ол Пәкістандағы таудың базалық лагерінде өз шаруасымен жүргенде дәл осы жағдай орын алды. Ол азақ қалғанда аққан жұлдызға айналатын еді. Енді тағы бір жолы болған адам. Бірақ ми жасушалары азырақ сияқты. Мына жерде көріп тұрсыз ба? Ол баспалдаққа жетпек болғанда жол астынан опырылып түсті. Ғажайыптың күшімен ол өлімнен бірнеше қадам жерде аман қалып, қайтадан қауіпсіз жерге шықты. Бастапқыда сонда тұру керек еді. Ал мынау Үндістаннан келген тағы бір ескерту. Тасқын толқындардан да сақ болу керек. Қалайсың? Мен судың астындамын. Жыл сайын әлем бойынша орта есеппен 150 адам қар көшкінінен қаза табады. Келесі видеолардағы адамдар сол статистиканың бір бөлігі болуға өте жақын қалған. Түркиядағы Карерде болған тас көшкіні экскаваторды жойып жібере жаздады. 2021 жылы Гренландияда болған цунами. Бұл адамдарды тура мағынасында жан сауғалап қашуға мәжбүр етті. Суға құлағанына қарамастан, олар аман қалды. Бұл цунами тарихтағы ең биігі болып тіркелді. Дегенмен, 4 адамның өмірін қиды. Шотландиялық балық аулау кемесі солтүстік Атлант мұхитындағы суға кетуге шақ қалды. Аляскадағы Трейси Армс мұзды фордына экскурсия кезінде туристер мұздың гүрілдеп үзіліп, өздеріне қарай ұмтылғанын көріп, суға құлап кетті. Міне, кесілген ағаштан неге алыстыру керектігінің дәлелі. Дәл осы сәтте ол бәрін түсінді. DreamWorks-тың Мадагаскар мультфильміне қарамастан, бегемоттар мейірімді жануар емес. Олар ең қауіпті жануарлардың бірі. Жыл сайын мыңдаған адамды өлтіреді. Мысалы, Ботсванада сафари туристері жақындаған кезде бұл бегемот аса қонақжайлық танытпады. Меніңше, мото сендерді ұнатпады. Бегемоттың арқасындағы жаңа тыртықтарға қараңыз. Ол жақында төбелескен сияқты, және өте ашулы болған. Мадагаскар фильмін көрген болсаңыз, ол жирафпен өте дос еді. Қалай көлікті тістеп тесіп жібергенін көрдіңіз бе? Пілдер негізінен сабырлы, әрі мейірімді жануарлар. Алайда, олар да өздерін қорғауда аса қауіпті бола алады. Үндістанда бір еркек піл өз үйіріне туристердің жақындап қалғанын көріп, Лиам Нисон режимін қосып, әрекетке көшті. Мына әйелдің оны мазақтап тұрғанын көрдіңіз бе? Ол жақында Дарвин сыйлығы туралы видеода болуы мүмкін еді. Мұндай азу тістерімен мен пілге жақындамаймын, керісінше алыстаймын. Бір сәтте піл көлікке жетіп қала жаздады. Мұндай жағдай оңтүстік Африкада да болған. Құдайға шүкір, жүргізуші F1 шабандозындай артқа жүре алады екен. Ал егер білмесеңіз, жабайы бизонды суретке түсіру арқылы мазақтаудың неге жаман идея екенін көріңіз. Бұл жағдай Кастер Стейт паркте болған. Абырой болғанда бизонның шабуылы тек ескерту еді. Бірақ мына ақымақ оған мән бермей, тағы да суретке түсуге оралды. Оның миы мәңгілік демалысқа дайындалып жатқан сияқты. Өкінішке қарай, көптеген жануарларда жол қауіпсіздігі деген түсінік жоқ. Ал келесі жануарлар бақытына қарай тірі қалды. Шотландияда бір ит көліктің алдына секіріп шықты. Шотландияның ауа райында өмір сүрсем, мен де солай істермедім. Ал мынау шам жарығындағы бұғы тіркесінің дәлелі. Осы ақмақ бұғыларға қарап, Бэмбидің анасы да босқа өлмеген шығар дейсің. Айтпақшы, оңтүстік Африкадағы әуежайда ұшақ қонғанда не болғанын көріңіз. Бұғылардың шамға телміріп қалуының себебі, олар қорыққанда кез келген бағытқа қашады. Кейде ол бағыт жол болып шығады. Ал енді мына пилотқа назар аударыңыз. 2021 жылы Бреспен фестивалі алдындағы дайындық кезінде ол қала үстімен өте төмен ұшып, көрермендерді таңғалдырды. 2021 жылы Румынияда ақштың Black Hawk тікұшағы өте төмен ұшып, кептелісте тұрған адамдарды шошытты. Бірақ пропеллердің жел күші соншалық апат болмауы мүмкін емес еді. Желдің өзі көше шамдарын жұлып, көліктерді жарамсыз етті. Ондай жағдайда жұмысқа мынадай сылтау айтатын сияқтысың. Жұмысқа кешігіп қалдым. Себебі тікұшақ көлігімді қиратып кетті дегенге қай бастық сенеді. Ұлыбританияда Eurofighter Typhoon әскери ұшағы шұғыл қону кезінде көрермендерді дүр сілкіндірді. Шаштаразға бармай-ақ
шашты әскери ұшақпен қырқуға болады екен. Теңізде де қауіп жоқ деп ойламаңыз. Австралиядағы қайықтағы адамдардан сұраңыз. 2019 жылы Эрик дауылы кезінде Лондондағы Хитроу әуежайына қонуға тырысқан ұшақ бәрінің зәресін алды. Абырой болғанда Boeing 787 Dreamliner ұшағының әр дөңгелегі 70 000 фунт салмақты көтере алады. Мына видеода ұшақтың қалай секіріп қонғанын көріңіз. Ал мынау Тейлор Свифттің жеке ұшағымен жергілікті Уолмартқа ұшып бара жатқан видеосы. Негізі, бұл ұшақ Словакиядағы таулы аймақ үстімен ұшып бара жатып, күтпеген жерге қонуға мәжбүр болды. Соңы жақсы аяқталды. Тек бидай алқабының иесі үшін емес. Ал парапланмен ұшу жүрегі әлсіздерге арналмаған. Ұлыбританиядағы бұл парамотор ұшқышы желмен жай ғана қалықтап келе жатқан еді. Бірақ, ал енді сол қауіпті сәтті ұшқыштың өз көзімен көрейік. Жай ғана ауада ілініп тұр. Жолдар әрқашан болжап болмайтын. Сондықтан күтпеген жағдайға әрдайым дайын болыңыз. Бұрыштың ар жағында кім, немесе не күтіп тұрғанын ешқашан білмейсіз. Тайвандағы мына жан түршігерлік сәтке назар аударыңыз. Кішкентай сәби еш себепсіз жорғалап, адам көп жүретін қиылысқа шығып кеткен. Мұны тоқтату керек. Ата-анаға кеңеспе. Мысық асырап алыңыз. Кейбір адамдар адам көп жүретін жолды жай серуендеп өткендей кесіп өтеді. Өлместей сезінеді. Қарап алмай, тікелей көліктердің ортасына жүгіріп шығу ерекше ақмақтықтың белгісі. Оның тірі қалғанына таңғаламын. Тоқта, көмек ал. Тайванда бір ана сәбиін бейқам түрде көтеріп, қарбалас жолдан өтті де өмірін қатерге тікті. Бұл жаяу жүргінші нағыз медициналық ғажайып. Адамның миынсызда өмір сүре алатынының дәлелі. Көлікпен жолаға ауыстыру өте нәзік процесс. Ал мынау Вашингтоннан қалай істеуге болмайтыны жөніндегі шеберлік сабағы. Бұл Кардашьяндардың жүргізушісі ауырып қалған күн. Сол себепті кем рөлге өзі отырған сияқты. Мен жақсы жүргіземін. Көліктерде арттағы қозғалысты көруге арналған айна деген керемет нәрсе бар. Бірақ бәрі бірдей оны қолдана бермейді. Егер жолақ ауыстыруға орын болмаса, уайымдамаңыз. Көлігіңізбен соғып кіріңіз. Сонда орын табылады. Кім кінәлі? Ақ көлік белгі берген жүк көлігіне жол беруі керек пе? Әлде жүк көлігі бос орын күтуі тиіс пе? Пікірлерде жазыңыз. Жоқ, Мэрилендтегі бұл жүргізуші өз әлемінде жүрген сияқты. Зейнетке шыққаннан кейін Стиви Уандер Ұлыбританияға көшіп жүк көлігін жүргізе бастапты. Ал енді F350 пикаппен болатын апатты болдырмай қалған жылдам реакцияға назар аударыңыз. Таксиді тоқтат. Бразилияда бұл жүргізуші тура мағынасында тоқтап қалды. Жүк көлігі оның жолына ойланбастан кіріп кетті. Сен не істеп жатырсың? Жоқ, құдайым. Тайвандағы мына мопед жүргізушісін ақ көліктегі есалаң ештеңеге дайындамады. Ол 3 жолақты бірден кесіп өтті. Үйге асығып келе жатсың. Бірақ түсте жеген Taco Bell өз дегенін істеп жатыр. Мэрилендте бұл көлік зымыран отыны мен таза ақмақтықтың қоспасымен жүргендей. Жолдың шетімен басы бозды. Егер сіз мына жерде болсаңыз, ал барғыңыз келген жер ана жақта болса, шешім біреу. Өз жолағыңызда қалып, келесі шыға берістен кетіңіз. Мұны істемеңіз. Келесі видеодағы жүргізуші өзін Mario Kart ойнап жүрмін деп ойлаған сияқты. Тайвандағы бұл мопед жүргізушісі ақмақ пен одан да ақмақтық ортасында қалуға шақ қалды. Ал мынау Италиядағы жүргізуші. Ол ақмақтар жиынына бұрылысын өткізіп алған сияқты. Калифорнияда бұл көлік тас жолмен зымырап келе жатып, қосалқы жолаққа кіріп, басы бозуға тырысты. Тағы да Тайван. Мына қызыл көлік тас жолда өмірге қауіпті маневр жасады. Жүк көлігінің жүргізушісі апатты болдырмай қалғанына таңғалмасқа болмайды. Ал қызыл көлікке тозаққа апаратын келесі бұрылыс дайын. Егер сіз қауіпті жүргізуді көрдім деп ойласаңыз, әлі ештеңе көрмепсіз. Бұл үшін Кейптаунға, Оңтүстік Африкаға рахмет айтуымыз керек. Қайта қарап шықсаңыз, есалаң жүргізушінің тас жолмен қарсы бағытта келе жатқанын, шекарадан өтіп, жойқын соқтығысудан қалай әрең қашқанын көресіз. Дәл қазір шегінетін уақыт. Айдаходағы бұл жүргізуші Айдахо атауына лайық қылды. Таиландта бұл жүргізушінің қауіпті басы бозуы әп сәтте кармамен аяқталды. Ал енді соқтығыс қай жерде болатынын алдын ала байқап көріңіз. Осымен бүгінгі бейнеміз аяқталды. Бейне ұнаған болса, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Сізге қай сәт көбірек ұнады?